батырлар деп айтса болады. Тарихта олардың мысалы қаншалықты мықты белсенді болса, соншалықты тарихта алтын әріппен аты жазылып қалады. Шықпаймын дегендер ол жаңағы жеңілдің астымен, ауырдың үстімен басқа адамдардың жаңағы жасаған жұмыстарымен, нәтижесімен екі жүзді өмір сүріп беретін адамдар да, ондайлар бар. Өкінішке орай. Адамдардың белсенділігі жоқ та. Саясатқа немқұрайлы қарайды. Саясат түсінбейді. Мысалы, қорқады біреуі, түсініп тұрса да. Біреу түсінбейді. Біреу ойлайды, саясат деген анау Ақорда жақта айланшықтап жүрген жаңағы үшін семіз депутаттар костюм шалбар киіп алған деп. Саясат деген сол. Кеше бір кісі дұрыс айтты ғой. Туылғаннан өлгенге дейін саясаттасың сен, пока өліп кеткенше. Даже өліп жатсаң да саясат артынан кеп жаназаны шығарып молда мысалы. Көбісі, бәрі демек қой, көбісі. Олар да саясат мысалы. Алладан ғана қорқам деп, КМБ-ден қорқады. Неге шындықты айтпайсың десе. Даже өліп кетсең де, сол артынан саясат жүреді. Сол қате ұғым. Мен саясатта жоқ. Саясатта барсың сен. Тариф төлейсің. Продукттың бағасы қымбаттайды. Балалар мектепке жіберетін кезде жыл сайын қиналасың. Штраф, заңсыздық, бір проблема болса, жаңағы сотта сен ұтыласың. Қарапайым адам болсаң, соның бәрі саясат. Мысалы, саясатқа мен жоқпын, араласпаймын, мені араластырмаңдар деген. Демек, өз ұрпағыңа, өз болашағыңа балта шауып жатсың деген сөз. Керісінше, осы адамдарды пайдаланып, осында айтып жатқан жексұрын болып, соны қосылып кету керек. Деп бәріміз бүйтіп қосылып кетуіміз керекпіз да. Егер де түсінем, айтатын адам болмаса, мүлдем саясат айтып жатқан, билікті ауыстырайық, парламентті құрайық, жақсы өмір сүрейік, болашақты жақсартайық деп адам айтып жатқан адам болмаса, онда түсінем. Бар ғой адамдар, айтып жатырмыз, программа жасадық, просто қолдау ғана қалды. Жалпы екі түрі болып тұр да, көшеге шығатында. Диктаторлық мемлекетте аяқ асты шығады адамдар көбінесе. Өйткені диктаторлық мемлекет адамның құқықтарын басып тастайды. Мысалы, митингке шығайық деп ұсыныс берсең, шығармайды митингке. Петиция жазсаң, оны қарамайды, мысалы, петиция жұмыс істемейді. Партия құрайын десең, оны тіркемейді. Партия арқылы, мысалы, барып күресейін десең. Билік ешқандай жол қалдырмайды да вариант. Одан барып халық ашынғаннан бір күні бір повод болады. Содан шығады көшеге. Біз айтып жатырмыз, соны ұйымдастырып шығуға болады. Мысалы, бір күнді белгілеп, миллиондаған адам көшеге шықса болады. Ал егер де олай қазақ көшеге шықпай жатса, кем дегенде сол көшеге шыққан кезде ешқандай ғимаратты төңкермей, билік өкілдерімен төбелеспей, провокация бермей, ұжымдасып, ұйымдасып, әдемі өткізіп, 1-2 суткың ішіне билікті құлатып, халық қолына қалай алу керек екендігі туралы инструкцияны жасап қойғанымызға да 7 жылдың 100 болды. 7 жыл болды. Тек қана соны тарату керек ары қарай. Оппозиция көмектесетін әртүрлі болады. Біреу ақпаратпен көмектеседі, біреу көшеге шығып көмектеседі, біреу қаржылай көмектеседі. Мысалы, біреу жаңағы правительство жақта болса, бір секретный ақпараттармен көмектеседі. Әр адам өз қолынан не келеді, соны істеп көмек беру керек та. Мысалы, қазір таңда 125 адам отырмыз ба? Неге мысалы 12 мың адам отырмаймыз? Неге? Белсенділіктің аздығынан да, халықтың. Мысалы, 23 адам таратқан осы эфирді. Не болып алды? Отырғанымызға 2 сағаттан асты, мысалы, 3 сағат болды ма? Қызық эфир ма? Қызық, болашақ туралы эфир. Жақсы айлық, растаможка, пути сбор, бәрін алып тастаймыз деп отырмыз. Мықты программа. Әр қазақтың басына 10 сотық жер бесплатно. 20 миллион адамға 10 сотықтан берсең, қазақтың жерінің 1% кетеді, мысалы. 1%. 99% біздің Қазақстанның жері әлі бос жатады сол кезде, мысалы. Не проблема? Жасалынған ғой программа. Керемет программа. Әр балаға 1 жастан 7 жасқа дейін 50 мың теңге шатас болсам, бізде программада. Ай сайын. Рахат қой. Бүкіл памперс, бәрі, киімі, бәрі шығып тұрады, мысалы, ай сайын. Мектепте жаңа питание бәрі бесплатно. Пенсия, мысалы, қазіргі существующий пенсияға үстіне тағы да 150 мың, 200 мың теңге. Мысалы, 100 мың алып атсаң, ол кезде, мысалы, 200, 250, 300 мың аласың. Дәрі-дәрмек, качественный дәрі-дәрмек келеді. Конкуренция болған кезде ол дәрі-дәрмектің бағасы түседі. Госконтроль болады ондай нәрселерге, серьезный. Біраз дәрі-дәрмек базовый, бесплатно болады, мысалы, ауру адамдарға.
Инвалидтер бізде 700 мың адам, оның ішінде 140 мыңға өз-өзіне жауап бере алмайтын инвалид кісілер мысалы. Міндетті түрде неге көтеру керек? Олар жағдай қиын. Біз көшеде неге олар көрмейміз? Өйткені үйден шыға алмайды олар. Үйінен или там тұрып жатқан жерлерінен да. Олар кәдімгі адам сияқты өмір сүргісі келеді мысалы. Олар мысалы 70 мың, 90 мың, 100 мың не алады жаңағыдай. Ол неге жетеді мысалы? Тамағына жете ме, дәрі-дәрмекке ме, или көшеге шыға ма? Ол концерт. Ол да концертке барғысы келетін шығар мысалы. Ол да көшеде жүргісі келеді адам сияқты. Просто оның аяғы жоқ, или қолы жоқ, или жүре алмайды, или паралич. Туылғанда солай, или жұмыс істеп жүріп сондай болып қалды енді. Адам әдейі мүгедек болам деп болмайды ғой. Вот, сол программалардың бәрі жасалынған мүгедек адамдарға, пенсионерлерге, кішкентай балаларға, студенттерге, жұмыс істейтін адамдарға, тем более бәрі жасалынған. Қорғаныс жағы қалай болу керек, армия, контрактный основада болу керек. Бір 200-300 мың әскер болу керек, шетелдік технологиямен ғылым білім даму керек. Бәрі жасалып қойған ғой. Мысалы, неге соны қолдамасқа? Бәрі заинтересованы, барлық жаңадан туылған баладан, 100-ге келген қарияға дейін бәрі заинтересованы біздің программада мысалы. Просто қолдау керек и все.